Темекі шегу жоғарғы жүйке жүйесінің әрекетіне өте зиян келтіреді. Мына жерде суретте көріп отырғаныңыздай, шылымның құрамындағы ең басты зиянды зат ол әрине никотин қышқылы. Никотин қан тамырларын күрт тарылтатын және қан қысымын арттыратын өте күшті у болып табылады. Ол жүрек қан тамыр аурулары, созылмалы бронхит, өкпе омырының дамуына әсер етеді. Зат алмасу мен ас қорытудың бұзылуына апарып соғады. Никотин миға зиянды әсер етеді. Жад пен зейінді нашарлатады. Жасына жетпей қартаюға себепші болады. Шылым шегу әсіресе жас кезде өте қауіпті. Шылым шегу жаман әдеттердің бірі болып табылады. Бірде-бір темекі зиян келтірмей қоймайды. Жүйке жүйесіне әсер ететін келесі жағымсыз факторлардың бірі бұл спиртті ішімдік. Спиртті ішімдік ми қыртысының жұмысын тежейді. Спиртті ішімдіктерге мидың нәзік жүйке жасушалары өте сезімтал болып келеді. Қанның құрамындағы спирттің тіпті аздаған мөлшерінің өзі алдымен жасушаларды наркоз күйіне келтіреді. Содан кейін улайды. Ал созылмалы маскүнемдік болған жағдайда ми жасушаларының бір бөлігі өледі. Нәтижесінде мидың жұмысы бұзылады. Есте сақтау, зейін, ойлау процестеріне зақым келеді. Спиртті ішімдік бүкіл мүшелерге кері әсер етеді. Ол қандағы гемоглобин мөлшерін төмендетеді. Эритроциттерді бұзады. Ағзадағы витаминдердің сіңірілуін азайтады. Асқазан мен өңештің сілемейлі қабығына зиян келтіреді. Жүрек бұлшықеттерінің май басып, оның дұрыс қызмет атқаруына кедергі жасайды. Жас адамның ағзасы спиртті ішімдікке ерекше сезімтал болып, аз мөлшердің өзі жақсы ағзаны улауға жеткілікті болады. Мас болу ішімдіктің қандағы концентрациясына тікелей байланысты. Ішімдік мөлшері қанда неғұрлым көп болса, ми қыртысы соғұрлым мидың басқа бөлімдерін басқара алмайды. Ішімдікті үнемі пайдаланатын адамдар маскүнемдік ауруына шалдығады. Спиртті ішімдіктен басқа есірткі туралы айтсақ болады. Есірткілік заттарды пайдалануды біз нашақорлық деп айтамыз. Бұл сіздерге тестте үнемі кездеседі. Нашақорлықты да емдеу өте қиын болып табылады, балалар. Кейбір жасөспірімдер осы нашақорлыққа салынады. Оны басында білмейді, қызығы үшін біреуге еліктеп пайдаланады. Одан кейін есірткіні қабылдаған кейін адамның көңіл күйі көтеріліп, себептен себепсіз адамдар күлегеш болады. Біраздан кейін барып ашулануға, көңілсіз жағдайға ұшырайды екен. Адам денсаулығына және бүкіл қоғамға есірткілік заттарды пайдалану өте қауіпті болып саналады. Есірткілік заттар миды улайды. Есірткі пайдаланатын адамдардың жоғарғы жүйке әрекетіне, ойлау, есте сақтау, зейін, сөйлесу процестеріне зиян келеді. Мұндай адам жігерсіз болып, өз әрекетіне жауап бермейді. Біздің елімізде есірткілік заттарды ұстау және оны тарату қатаң түрде заңмен қудаланады. Жоғарғы жүйке әрекетінің қалыпты болуы адам денсаулығының басты көрсеткіші. Жоғарғы жүйке әрекетінің зақымдануына жол бермеудің басты шарты салауатты, саламатты өмір сүру салтын ұстану. Менің сіздерге кеңесім, осындай зиянды заттардан аулақ болыңыздар. Ұлт болашағы, өз өмірің өз қолыңда дегім келеді. Өмірін болсын десең сенің сәнді, ойланып айналаңа қара мәнді. Адам бол, білімі тасқын, өнері асқан, өзіне сүйсіндірер басқа жанды. Салауатты мақсатың өмір сүру, өмірдің мағынасын керек білу. Ішімдік, нашақорлық сенің жауың, пайдасы сол, бұл жолдан аулақ жүру деп бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сабағымыздың соңында мынадай 3 тапсырма берілген. Сол тапсырмалары дескрипторларына қарай отырып орындауымыз керек.